Акбади жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Сағидолла Сезім. Мен оқыған осы кітап байқауына жарияланған Мұқанов Сәбиттің Әсия әңгімесі. Бұл әңгімеде 9 жасар Әсия туралы айтылған. Ол жоқшылықта өмір сүріп, кейіннен оны жарқын болашақ күтіп тұрады. Ол жастайынан ата-анасымен бірге бой жеткен, ата-анасымен бірге жұмыс істеген. Ата-анасы байлар әулетінде жұмыс істеп, ақша тапқан. Әсия да байлар әулетінде жұмыс істеп, үй шаруасында тындырып жүрген. Оның ағасы күндердің бір күні қаладан оқудан келіп, Әсияға қаладағы қызықтарын айтып береді. Осылайша Әсия оқуға бет бұрады. Ол білім алып, өзінің қалаған оқуына түседі. Осылайша ол жарқын өмірге бейімделіп, өз ортасын өзгертіп, жүріс-тұрысында көптеген өзгерістер пайда болады. Осында біздің басты түйген нәрсеміз, білім әрқашан адамды алға жетелеп, алда жүруге бейімдейтін нәрсе.